Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Осы Telegram каналымызда еліміздің жан-жақ мектептерінде біздің STEM KZ білім беру платформасының қолданушылары, соның ішінде бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған орта. Бұл каналдың мақсаты біз апта сайын сіздерге алдын ала бір апта бойы, то есть алдын ала сіздерге қандай тақырып бойынша бірінші сыныпта, екінші, үшінші, төртінші сынып бойынша келесі апта қандай STEM проекттар жүргізуге болатынымен бөлісіп отырамыз. Және де басқа да лайфхактармен бөлісеміз. Бұл STEM проекттардың барлығы оқу бағдарламасына сәйкес келу керек. Себебі кейбір мектептерде STEM-ге арналған арнайы сағаттар беріледі, кейбір мектептерде бөлінбейді. То есть вариативтік сағат ретінде бөлінбеген жағдайда мұғалім дүниетану, жаратылыстану немесе математика пәнінің сағатында аптасына бір рет немесе 2 аптада бір рет осы практикаға жаңа көзқарас ретінде практика ориентированный сабақтар дейміз ғой, осындай сабақтарды жүргізуге болады. Біздің платформамен жұмыс жасау үшін мынандай кішігірім сілтемемен бөліскен болатынбыз. Мүмкін кейбіреулеріңіз алған жоқсыздар, оны мен қазір чатқа да салып қоямын. Қараңыздар. Бұл үлкен таблица. Бұл таблица бойынша, кесте бойынша әр мұғалім 90 бойынша апта сайын қандай проекттарды жүргізуге болатынын көре алады. Мысалы айтайық, мен бастауыштың бірінші сыныптарына беретін мұғалімін. Екінші 90 қараша, міне қараша айы деп тұр, мына жерден бояп қойық. Қараша айы бойынша 10-шы жұлдызы бірінші апта немесе 17-сі аралығындағы екінші аптада проекттің атын бассам, қызықты арифметика деп тұр. Екінші сыныптар келесі төменгісін қарайды. Аяқтың автономиялық моделі. Үшінші сыныптар одан төмен тыныс алу жүйесінің моделі деген сияқты өзінің қай проекттің атын көре алады. Бұл төменге қарай басқа да мұғалімдерге берілген, бірақ сіздер бастауышты осы жерден көресіздер. Егер де бұл кесте сіздерге ыңғайсыз болған жағдайда, біз сіздерге төменге қарасаңыздар 1, 2, 3, 4 деп арнайы бөліп қойған болатынбыз. Мысалы, бірінші сыныпқа сабақ беретін бастауыш сынып мұғалімі бірінші 90-ды өтіп, екінші 90-ға келеді. Екінші 90 қараша айы, соның бірінші аптасы, екінші аптасы, енді кішкене сағаттың уақыттың мөлшеріне қарай қарастыруыңызға болады. Мысалы, бірінші аптада бір емес 2 проекттік жоба берілген, оны енді көресіздер, қайсысын таңдау ретінде ма, немесе екеуін де бірге өткізуге болады. Мысалы, сезімдер мен каруселі деген проект. Бұл проектқа қажетті заттарды қасына жазып қойдық. Бұл не үшін керек? Ол мұғалім әр оқушыға жинап беру мүмкін емес бүгінгі таңда, сондықтан да мұғалім алдын ала ата-аналарға бөліседі. Құрметті ата-аналар, келесі аптада біз оқушылармен STEM проекттар жасаймыз. Оның мақсаты мынандай, тіпті болмаса осы сезімдер каруселі деген проекттің видеосымен бөлісіп қоюларыңызға болады. Бұл жерде мұғалім кез келген ата-ана баласының даму ретінде, проекттік жоба ретінде жинап беруге қарсы болмайды деп ойлаймын. Тем более осы расходный материалдарымыз барлығы қолдағы бар дүниелер. Қалам, қайшы, желім, ыстық желім дегендер олар бар әр балада, және де А4 қыстырғыш деген сияқты берілген. Енді бұны қалай табамыз? Ол үшін екінші сынып тура сол сияқты қараша айының екінші аптасында аяқтық автономиялық моделі деген тақырыпты көре алады. Мына жерде мен қызылмен бояп қойын. Және қосымша қажет болатын материалдардың тізімі. Екіншісінде 5-5-тен. Бұның айырмашылығы қандай? Мұғалім проекттерді әр баламен жеке жасауы мүмкін. Әрқайсысы өзінің алдында, немесе топтап жұмыс жасауы мүмкін. Топтаған жағдайда біз қасына 5-5-тен қойып қойғанбыз. Мысалы, гофра картон 1 дана керек болатын болса, ал топтықта ол 5 дана, екеселенгенде. Сондықтан да кейбір жағдайларда, мысалы, көп мектептерде ата-аналар комитеті жинап жатады, немесе мына неге
по хозяйственным частям дайындап беретін, мысалы, әкімшіліктерге тапсырма беріп, солар арқылы запроспен де жасап жатады. Бұны STEM-бокс. Көптеген мектептер, STEM бағытында жұмыс жасап отырған мектептерде арнайы STEM-бокс деген ұғым бар. Арнайы мұғалім өзінің кабинеттерінде осы STEM-боксқа ақша бөлініп, әрқайсысы проекттар бойынша қажетті заттарды жинайды. Әрине, бұны бірден қолға алу мүмкін емес болады, сондықтан да сіздермен бөлісетін бір лайфхактардың бірі, ол бастауыш сыныптарыңызда әдемі қорапты дайындап қойыңыздар. Ол қораптың сыртын әдемілеп безендіріп, сол жерге бір оқушыға кішкене жауапкершілік артырып, сол кісіге айтуға болады. Енді алдын ала оқушылар алып келіп отырса, өзінің заттарын бір қорапқа жинала береді. Мысалы, крышкалар бутылканың, бөтелкелер деген сияқты. Мысалы, мына жерде әр проекттарды біз осындай пакетиктарға жинап бере аламыз. То есть мұғалім алдын ала қажетті расходный материалдарды бір бумаға жинап қояды, немесе әр балаға өзіне жинаттыруы мүмкін. Бұл жерде проектта қажетті пластилин, шарики, мына палочкалар, тіпті жылтырмақ, мына шпажка дейді ғой, мына таяқшалардың барлығы бір жерде жинақы тұрған өте ыңғайлы, және сол қораптарға жинап отыруларыңызға болады. Енді қарасаңыздар, егер де полностью бір жылдың расходный материалдарын жинап қояйын деген жағдайда, онда мына соңғы закладка дейді ғой, соңғы бөлімдерді қарауларыңызға болады. Бір жыл бойынша қанша жалпы қажет ететінін, ол кейбір ата-аналарды өздері жылдық годовой запас дейді ғой, олайда жинап отыру үшін, ыңғайлы болу үшін сіздерге арнайы жинап қойған болатынбыз. Себебі STEM проекттар осы арнайы расходный материалсыз енді өкінішке оралып жасалмайды. Егер де ауызша STEM проекттар болатын болса, ол да мүмкін. Жалпы мұғалім ауызша немесе минималдық түрдегі қолдағы бар дүниемен проекттар жасай алады. Оны PBL деп те атайды, мәселелік оқыту деп, бір аптаға немесе бірнеше сағатқа созылатын проекттарды жасауға болады. Ол туралы қазір тағы да айтып кетейік. Енді әріптестер, мына жерге қарасаңыздар, бірінші бөлімде закладка ретінде келешек мектеп деп жазып қойдым. Бұл мектептердің ерекшелігі, қазіргі заманға сай әр бастауыш сыныптарда өздерінде наборлар болады. Бірақ сол наборларды қай уақытта, қай сағатта қолдану деген сұрақтар туындап жатады. Сол үшін біздің STEM жобаларыңызды осы проекттармен алмастыруға болады деген кесте. Мысал айтайық. Мысалы, бірінші сынып бойынша 2-ші тоқсанның 1-2 аптасында жаратылыстану сабағында адам деген тақырып, человек. Оның мақсаты называть основные части тела и их функции. То есть адамның негізгі мүшелерін атап, және оның іс-әрекеттерін айтып кету мақсаты болатын болса, бұл мектептерде арнайы модель по анатомии торс человека деген модель бар. Енді басқа мектептерде оған алмастыратын бізде басқа да проект бар. Мысалы, строение тела человека деген проекті платформадан тауып аласыздар. Сонымен, әріптестер, платформаға қалай кіреміз? Әрқайсыларыңызда логин парольдарыңыз бар. Болмаған жағдайда мектептің жауапты маманына шығыңыз. Ол кісілердің әрқайсына біз админдік доступ бердік. Админдік дегеніміз өзі кіреді, және де қасындағы әріптестерін қоса алатын мүмкіндігі бар. Мысалы, менің номермен өзімнің паролім болады. Кірген бетте пәндер деген бөлімге кіремін, және мен 2-ші сынып мұғаліммін. 2-ші сынып дегенді ашып, 2-ші тоқсанға кіремін. То есть 1-ші тоқсан өтіп кетті ғой. 2-ші тоқсан бойынша жәнегі айтылған проекттардың барлығы осы жерде тұр. Тек қана тауып алып қолдануларыңызға болады. Мысалы, 2-ші сынып бойынша 6, 9, 10 проект тұр. Бізде
екінші тоқсан бойынша 8 апта бар. 8 аптада 10 проект минимум да, бұл минимум ретінде берілген. Шығармашыл мұғалім әрине бұны түрлендіріп, одан да көп проекттер жасауға болады. Бірақ тағы да бір кездесіп жататын мәселелердің бірі сағаттың саны жетіспеуі, оқушыларды артық уақытта алып қала алмаймыз деген сияқты болады. Бірақ тем не менее енді мектеп басшылығымен ақылдасып өздеріңіз көресіздер. Бағдарлама деген бөлімге кіретін болсаңыздар, бұл жерде тараулардың аты берілген. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту, немесе сандар мен шамалар, тірі табиғат деген сияқты. Мысал, тірі табиғатқа кішігірім келесі тақырыпшамыз бізде адам. Мақсатымыз адамның тірек қимылдарын жүйесінің қызметін анықтау деген тақырыпқа кірген кезде, мына жердегі батырманы бассаңыз, как раз міне үлгілік оқу бағдарламасы туралы жасалған. Келесі төменге түсеміз. Бұл аяқтың анатомиялық моделі. Ең бірінші практикалық материалдарға назар аударамын. Бұл практикалық материалдардың тізімі жәнегі мына естеріңізде болса, және екінші сынып, екінші сынып бойынша анатомиялық модель міне тұр. Гофрокартон деген сияқты осыны копировать етіп мұғалімге чатқа ата-аналардың чатына салуға болады. Немесе енді көрерсіздер, қалай болғанда жағдайда максимально оқушыларда осы қамтамасыз етілсе жақсы. Бірінші қадам бойынша 2 А4 картонды алып аяқтарды сызамыз. Екінші қадам, үшінші қадам бойынша әр инструкция дейді ғой, қалай жұмыс жасау керек екені суретпен де, сөзбен де түсіндірілген. Соңында мына конструкторды айландырған кезде аяқтың қимыл қозғалысын оқушыларға физикалық тұрғыда көрсетуге болады. Қорытынды бойынша бұл жобада оқушылар адамның тірек қимыл аппаратының қызметін зерттейді, содан кейін аяқтардың анатомиялық модельдері жасалынады. Бұл жоба бойынша STEM атағымен марапатталады деп біз үздік топта жұмыс жасаған креативті оқушыларға әрине сіз өзіңіздің сәйкесінше мадақтамаңызды бересіздер. Егер де оны PBL ретінде жұмыс жасасаңыздар, онда оның PBL айдары бойынша бағалаудың критерияларында салып қойдық. Бұл әрине стандарт түрінде жасалынған. Мысалы, ынтымақтастық деген кезде топтың немесе әр баланың PBL STEM жұмыстары ең тиімді, егер балалар топпен жұмыс жасаса. Бір қатарға бөлген ол өте көп, 10 шақты бала болған. Ең тиімділігі 5 бала, 6 бала. 6 баладан жоғары болатын болса, ол енді шу болып кетеді, ортаға сыймайды, және кіші проект болса, көп 2-3 бос отырады деген сөз. Сондықтан да 4-5 баладан тұратын топтарға бөлсеңіздер, соның ынтымақтастығы бойынша бағалау айдары беріледі. Креатив және инновация бойынша бағалау айдары беріледі, және презентация. Кешірім өтінемін. Және оқушылардан алынатын рефлексия бөлімі қалай қабылданады, еске қалай сақтайды, таниды деген сияқты сұрақтарды қолдану, анализ, синтез, бағалау жағын дайын тұрған жерді распечатка шығарып, немесе өздеріңіз басып шығарып, немесе көріп танысуларыңызға болады. Жоғары жаққа өтсек, теория бөлімі бар. Теория дегеніміз қандай жағдайда беріледі? Осы сабақта тек қана көркем еңбек сияқты құр жасалым болып қалмас үшін, STEM дегеніміз не? STEM және көркем еңбектің айырмашылығы. STEM ол жерде зерттеу жұмыстары кіру керек. Ол жерде ата-ана, оқушы, мысалы, естеріңізге түсіріңіздерші, біз STEM мына зердеге оқушыны дайындаған кезде, оны бірнеше ай бойы дайындаймыз. Бала анкетирование жасайды, видеоға түсіреді, наблюдение дейді. Өзі жалпы зерттеудің де бірнеше түрлері бар, ол оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес
әрине біреу бірінші сынып болса ол анкета алу, наблюдение мысалы қарастырып жүру деген сияқты болып, үлкен сыныптарда енді өлшеу тағы да бір зерттеу ретінде эксперимент жүргізуге әрине болады. Сонда жобаның мақсаты мен мұғалімге арналған нұсқаулығы ол стандартты түрде беріледі. Бұл жерде мысалы жүктеу арқылы осы сабақтың STEM сабақтардың қауіпсіз ережелері бар. Бұл ережелерді өздеріңізге жүктеп, бір рет ең алғашқы ретінде ата-аналармен таныстырып, чаттарына жіберуге болады. Ата-ана мұғалімге, оқушыға түсіндіріп, алдын ала дайындау керек. Өйткені ыстық желім бар, үшкір нәрселер бар, иә, қазір даже қағаздың өзі қолды кесіп жіберетін андай жаман жақтары да бар. Енді теория ретінде осы сабақта жаңа тақырып, қандай тақырыпты қолға алу керек. Мысалы, сіздерге мына жерге теориясы, суреті, оның бастапқы тұрғыда физиканың бастапқы жағы, иә, ол жылдамдық деген жүйені қалай көрсете аламыз. Буын тірек және де салмағы туралы, қаңқа туралы ақпарат беріледі. Мускулдардың, иә, мысалы бұлшық еттердің қалай жұмыс жасайтыны туралы ақпараттар берілген. Бұл өзі дайын 1 сағат. Егер де бір сабақ 45 минутыңызды осы STEM бағытына арнайтын болсаңыз, тағы да бір лайфхактың бірі, жәнегі зерттеу жұмысын алдын ала беріп қойғандарыңыз дұрыс. Мысалы, бүгін дүйсенбі, бірақ сіз кестеге сәйкес, расписанияға сәйкес, бейсенбі күні сағат өткіздім деп жоспарладыңыз. Ендеше дүйсенбіден бастап оқушыларға алдын ала 1-2 тапсырма беріп қойыңыз. Адамның анатомиясын зерттеу туралы, мүмкін өзінің ойыншықтарын алып келіп, оның мысалы дене мүшелерін айту туралы деген сияқты тағы да тапсырмаларды алып, осы теория немесе бұдан қосымша теорияларды тапсырма беріп қоюыңызға болады. Ал жәнегі модельді проектті жасап шығу, бұл осы үлкен тараудың жақсы аяқталғаны деген сөз. Сонымен пәндер бойынша тағы да 1-ші сыныпқа және енді 3-ші, 4-ші сыныптарда барлық сыныптар осы мақсатта жұмыс жасалынады. 1-ші сынып 2-ші тоқсанға кірсеңіздер, міне барлық STEM проекттар тұр. Кейбіреулері қарапайым тұрғыда, мүмкін сағаттың 1-10 минут уақытын алатын кішігірім. Содан да бастай беріңіздер. Ал егер сіз келешек мектебінде жұмыс жасайтын болсаңыз, ең алғашқы қарапайым проекттан бастап үйреніңіздер. Содан кейін ақырындап күрделендіріп, наборларыңызды қолдана бастауыңызға болады. Бірден наборларды қолданам десеңіз, жәнегі бағанағы көрсеткен сізде арнайы кестеңіз бар. Кесте бойынша осыларды тауып, мысалы 3-ші аптада адам деген тақырыпта мына этапы жизни деген кестені жасауға болады оқушылармен қарапайым тұрғыда. Ол именно сол мақсатқа сәйкес сіздердің 2-ші сыныпқа арналған пока наборларыңыз болмады. Сол сияқты біз басқамен алмастыруды көрсеткен болатынбыз. Жалпы осы әріптестер осы сілтемемен бөлісемін. Көп рахмет.